Сәлем достар, 2023 жылы декретке 2-3 миллион теңгемен шыққыңыз келеді ме? Ешқандай сопровождение алмай-ақ өзіңіз жасап шыққыңыз келеді ме? Онда осы видеоның соңына дейін қараңыздар, өйткені біз декретке шығуға нақты 5 қадам жайлы айтатын боламыз. Осы қадамдарды нақтылап істесеңіздер, өздеріңіз-ақ декретке миллиондармен шыға аласыздар. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, ал кеттік, бастаймыз. Ең алғашқысында бірінші кәсіпті анықтау, яғни сіз қандай да бір кәсіппен айналысып жүрсіз ба? Сізге бір қосымша табыс келіп жатыр ма? Сіз мұғалімсіз, бір жерде жұмыс жасайсыз. Қосымша сіз репетитор болып жұмыс жасайтын шығарсыз. Балдарға қосымша сабақ беру арқылы табыс табатын шығарсыз. Немесе үйде отырып торт пісіресіз. Немесе үйде онлайн киім сатасыз. Бір қандай да бір кәсіп істеп жүрсіз. Үйде болмаса сиыр сауып, сүт, айран, құрт сатасыз. Сіз оны кәсіп ретінде қарамауыңыз мүмкін. Бірақ ол сізге кішкене болсын табыс әкеліп жатыр, иә? Яғни ондай бір кәсіп бар болса, үйде істеп жүрген, өзіңіз қызығатын, немесе істегіңіз келіп жүрген кәсіп болса, оны заңдастырып, табысыңыздан ай сайын налогтар төлеу арқылы сіз декретке миллиондармен шығасыз. Яғни, бірінші кәсіпті анықтап алыңыздар. Кәсіпті анықтап, сіз немен айналысасыз? Нақты өтірік кәсіп жарамайды, иә? Өздеріңіз нақты шынайы кәсіп таңдап алыңыздар. Сіздерге ол табыс әкелетін болса, тіпті керемет, иә? Екінші, ИП ашу. Яғни, ИП ашқанда да просто так аша салу емес, ИП-ны дұрыстап ашу керек. Яғни, дұрыс режим таңдалу керек, дұрыс окет таңдалу керек. Режим дегеніміз сіз жасайтын ИП-ның түрі, яғни қандай режиммен жасайсыз. Сіздерде болады упрощенный режим, патент режимі, иә? Упрощенкада 6 ай сайын отчет тапсырасыз, ал патентте өзгеше деген секілді, иә? Патентте жұмыс алуға болмайды, упрощенкада осындай жұмыс алуға болады. Олардың жылдық лимиті бар, иә, табыстың. Сол секілді айырмашылықтар болады. Басқа да режимдер бар. Сол режимдердің біреуі сізге қандай, яғни кәсіп бастап жатырсыз, соның қайсы түрі келеді, соны таңдау керек. Соның ішінде окет дегеніміз ол сіздің ашайын деп тұрған кәсібіңіз, яғни торт жасау болса, тортқа байланысты, яғни выпечкалар пісіретін, осындай торттар пісіріп сататын секілді окет түрін таңдап аласыздар. ИП ашудың океттерін білмесеңіз, режимін білмесеңіз, дәл сізге ұқсайтын бизнеспен айналысып жүрген таныс туыстарыңыз болса, одан сұрап алсаңыз болады. Қандай окет, қандай режим деп сұрап, соны жазып алыңыз. Жарайды, өзіңіз түсінбесеңіз де ИП ашқан кезде дәл сол жазуларды, сол номерлерді тіркей салсаңыз болғаны. ИП-ны Каспиймен 5 минутта ғана ашуға болады, бірақ оны кейін Елисенс сайтында сіз кәсіпкерсіз бе деген жерге иә деп белгілеп сақтау шарт болады. Немесе Елисенс сайтына кіріп, сразу сол жерден дұрыстап ИП ашуға да болады. Егер сізде ноутбуктар болса, егер сіз осыларды дұрыс ашпай қалудан қорықсаңыз, услуга алсаңыз болады. 5000 теңге, көп жерде 5000 теңгеге негізі ИП ашып береді. Одан да арзандауын тауып жатсаңыз, тіпті керемет. Яғни, ИП-ны дұрыстап ашпасаңыз не болады? Яғни, сіз ИП-ны дұрыстап ашпасаңыз, сізге бірнеше айдан кейін, бірнеше уақыт өткеннен кейін сізге штраф келуі мүмкін. Дұрыс режимде дұрыс окет таңдалмады деп. Сонымен, ИП-ны жарайды біреуге аштырттыңыз делік. Енді ИП ашық, ары қарай не істейміз? Енді сізге касса тіркеу керек. Касса ашу керек. Касса не үшін керек? Сіз наличный жұмыс жасасаңыз да, безналичный жұмыс жасаңыз да, QR-мен қабылдасаңыз да, если только ақшалай алсаңыз да, Каспий переводпен, қандай немен алсаңыз да, сізге касса келіп болады. Яғни, кассаны қалай? Просто так, телефонға рек касса тұр бар, нұр касса, Каспийдің өзінің тегін кассасы бар. Сол секілді рек касса, мысалы, 1400 теңге көпшілік осыны қолданады, ыңғайлы. Кассаны скачать етесіз, одан регистрация өтесіз, регистрациясын YouTube-та видеолары толып тұр, содан қарап регистрация жасап, телефонға приложениесін скачать етіп, ай сайын 1400 теңге төлемін төлеп қолдана бересіз. Яғни, сіз қандай зат саттыңыз, атын жазасыз. Вупипай торт саттыңыз ба? Вупипай торт. Қанша теңге? 7000 теңге. Наличный алдыңыз ба? Наличный. Жоқ, Каспий QR-мен алдыңыз ба? Сондай қандай немен алдыңыз? Каспий редпен алдыңыз ба? Ақшасын соны белгілеп жазасыз. Без наличный или наличный. Осы екі түрін біреуін таңдайсыз. Болды. Сіз әрбір алған клиентке чек беруіңіз міндеттісіз. Кассаны артқа оралмайсыз. Сондықтан ИП ашқан кезде сразу кассада ашқандарыңыз өте тиімді. Сразу ашыңыздар. Енді касса ашты делік. Енді келесі. Енді Каспий Пэй. Яғни, сіз тек қана наличныймен жұмыс жасайтын болсаңыз, онда Каспий Пэй керек жоқ сізге. Если сізге Каспий ред керек, Каспий рассрочка керек, немесе Каспий перевод қолдануға болмайды, ол өйткені физлицоларға арналған, яғни қарапайым халыққа арналған, кәсіпкерлерге емес. Сондықтан Каспий перевод қолдануға болмайды. Если Каспиймен, QR-мен төлеймін деп тұрса, онда сіз Каспий Пэй ашқаныңыз дұрыс. Каспий Пэйдің ай сайынғы услугасы 1980 теңге ма сондай, бір 2000-ға жақын ақша. Сосын Каспий Пэй ашсаңыз, кейін Каспий магазин ашып алсаңыз болады өзіңізге. Товар сататын болсаңыз, товарыңызды Каспий магазинге салу арқылы сіз кәсібіңізді ұлғайта аласыз. Яғни, өте тиімді Каспий Пэйді. Если қолданбаған айыңыз болса, Каспий Пэйді ақысын төлемеуге болады. Ай сайынғы төлемдер.
ай сайынғы төлемдер. Енді ай сайынғы төлемдер бізде минимальный ай сайынғы төлем, бұл қазір минимальный зарплата 70 000 теңге. Соның 10% 7 000 теңге болады. Сосын соцотчисление төлеу керек болады. Соцотчисление ол минимальный суммасы 2450 теңге. Сосын медстрахование ол 4900 теңге 2023 жылғы, иә. Осы үшеуін ай сайын төлеп отырасыздар. Егер сіз декретке шығатын болсаңыз, онда сіз максималканы көрсетуіңіз керек болады. Максималканы көрсеткен кезде сізге көбірек дорадовой ақша түсетін болады. Бірақ сіздің ай сайынғы табысыңыз, мысалы 490 000 теңге болса, максимальный зарплата сіздің ай сайынғы кассаға ұрып отырған суммаңыз, яғни табысыңыз 490 000-нан кем болмауы шарт. 490 000-нан ай сайын пенсионка 49 000 теңге, соцотчисление 17 150 теңге, сосын 4900 теңге медстрахование. Осы үшеуін төлейсіздер. Бірақ шілде айына дейін, осы 2023 жылдың шілде айына дейін декретке шығып кететіндер болса, пенсионка минималкамен төлеп, соцотчислениені максималкамен төлесе болады, иә. Егер өтпей жатқан болса, өтпей қалса, оны толықтыра салуға болады, қалған суммасын салып. Бірақ басында осылай өткізіп көріңіздер. Минималка 7 000 теңге салыңыз, соцотчислениеден максималка салыңыз, өйткені декретіне осы суммадан есептеледі. Дорадовойыңыз осы суммадан есептеледі, осыны саласыз. Бірақ бұл шілдеге дейін шығатын қыз келіншектер үшін декретке шығып кететін, иә. Шілдеден кейін заң уже қабылданған, шілдеден кейін екеуі, егер минималка болса, екеуі де минималка, егер екеуі де максималка болса, екеуі де максималка. Енді екеуінің арасындағы сумма, мысалы 300 000-ға 200 000 зарплата болуы мүмкін, 150 000 зарплата болуы мүмкін. Енді оны өздеріңіз осыдан қарап есептеп салсаңыз болады. Бірақ шілдеден кейін декретке шығатындар болса, екі сумманы бірдей сала бергендеріңіз дұрыс. Сосын 2023 жылдан бастап налог басталды, иә. Налог 6 айда бір рет салсаңыз болады. Яғни отчет тапсырғаннан кейін налогты төлесеңіз болады. Налог 3% төлейсіз. Общий айналымдағы табыстан, яғни кассаңыз қанша ұрдыңыз, кассовый аппаратқа безналичный, наличный бәрін қосып санағанда сізде қанша табыс болды? 6 айда 2 миллион табыс болды, 6 айда 3 миллион табыс болды, иә. Сол 2 миллион, 3 миллионнан 3%-ын налог ретінде сіз төлейсіз. Егер декретке отчет тапсырардан алдын шығып кетсеңіз, онда декретке шығардан алдын налогты төлеп, сосын декретке шығасыз. 6 айда бір рет тапсыруға болады. Крупный сумма төлей алмаймын, шамам келмейді десеңіз, ай сайын сол налогты төлеп отыруға болады. Мысалы келтірейік. Сіз 2023 жылы декретке шығасыз делік, иә. 2023 жылы декретке шығасыз. Так, пенсионка қанша төлейсіз? Пенсионка сіз 49 000 теңге төлейсіз. Енді соцотчисление қанша? 17 150 теңге төлейсіз. Енді медстрахование 4900 теңге төлейсіз. Сосын ИПН, яғни налог, иә. Налог 7350 теңге төлейсіз. Осы ай сайынғы есебі бұл. Ай сайынғысы барлығы 78 400 теңге болады. Яғни бұл сіз максимальный декретнеға шығатын болсаңыз осындай сумма болады. Сіз бәрібір пайдада қаласыз. Сіз 78 400 теңге ай сайын төлеп отырғанымен, бұны көбейтіп көрейік. 78 400 теңгені көбейтеміз 6 айға, иә. 6 айда сіз 470 000 теңге, бір жылда 940 800 теңге, иә. 940 800 теңге. 940 800 теңге төледіңіз дейілік. Бір жылда осындай сумма шығын болды сізде. Бірақ сіз дорадовой бір жыл осылай құйған болсаңыз, бір жылда сіз осыны 2 есе қылып қайтарып аласыздар. Тағы да сұрақтар болса, тағы да бір видеолар шығаратын боламын. Комментарийға сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер, мен тағы да бір видео түсіріп, сіздерге нақтылап кетуге тырысамын. Жалпы соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қысқаша түсіндіруге тырыстым деп ойлаймын. Сұрақтар болса комментарийде күтемін. Сау саламатта болыңыздар.